Сендерде осы қатпарлы пияз нанды 1000 теңгеден сатып аламыз. Ақшаны құртпай, үйде жасап көрейінші деп жасап көрдім. Тура сол магазиндегідей болып шықты. Қатпарлы, ыстықта жесеңіздер вообще күшті болып шығады екен. Мен жылы судың үстіне тұз, ашытқы және сұйық майды қосамын. Араластырып, үстінен ұнды салып, жұмсақ қамыр илеп алдым. Илеген қамырды пакетке салып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қала пиязды турап аламыз. Үстіне тұз, бұрышты салып, жақсылап онды араластырамыз. Иленген қамырды 2 бөлікке бөліп алдым. Бір бөлігін дөңгелек етіп жайып, жұқалап, арасына ерітілген сары майды жағамыз және пияздарды сеуіп шығамыз. Ортасынан кесеміз. Осылай рулет тәрізді етіп қамырды 2 бөлікке орап шығамыз. Пергамент қағаз төселген табаға орналастырып, үстінен кішкене басамыз. Қатты басып жібермеңіздер. Үстіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, күнжіт себемізде 180 градус қызып тұрған пешке 30-35 минутқа пісуге жібереміз. Бізде сонда жаңағы илеп алған қамырдан 2 дана пиязынан шығатын болады. Мен бұл пиязнандарды өзімнің сүйікті шайым Чемпион Кения Сансетпен ішемін. Өте дәмді шай, құрамында бояғыштар жоқ. Сіздерге де осы шаймен ішуді ұсынамын. Рецепт ұнап жатырса, парақшама дәл қазір тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.